Бүгінгі тақырып тәубе. Жалғастырамыз жүрек сырларын. Барлық мұсылман еркек пен әйел тәубе келтіруге тиіс. Алла тағала Құранда былай деген: "Уа иман келтіргендер, шынайы түрде тәубе етіп, Аллаға бет бұрыңдар" деп айтқан. Айша анамыздың радиаллаху анху айтуына қарағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай деген: "Алламен жолығуды қалаған кісімен Алла да жолыққысы келеді. Онымен жолығуды қаламаған кісімен ол да жолығуды қаламайды. Егер күнә іс жасаған біреу жасаған күнәсіне өкініп, шын жүректен тәубе келтіретін болса, Алла тағала оның барлық күнәларын сауапқа айналдырып қояды. Кім өкініш білдіріп тәубеге келсе, әрі иман келтіріп, ізгі істер істесе, оның жөні бөлек. Алла ондай жандардың жамандықтарын жақсылыққа айналдырады.